Қазақта құт қонған, өнер дарыған деген тұрақты сөз тіркестері бар. Осындай топырағына өнер қонған өлкелердің бірі Лахала ауылы. Армысыздар, құрметті өнер сүйер қауым. Бүгінгі Дала дарындары бағдарламасының кезекті шығарылымы Лахала ауылынан шыққан таланттар жайында болмақ. Елімізде спортшылар ауылы, суретшілер ауылы деген секілді халық өзі атау берген ауылдар көптеп кездеседі. Мысалы, Олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпір ағамыздың ауылын спортшылар ауылы деп атайды екен. Себебі ағамыз Олимпиада чемпионы болғаннан кейін елінде көптеген балалар спортқа бет бұрған. Қазіргі таңда 100-ден аса спорт шеберлері шыққан деседі. Сол секілді Лахала ауылында бірнеше өнер адамдары дүниеге келген. Оның себебі өнердегі алдыңғы буын ағаларының арқасы деп білеміз. Алдымен осы ағаларымызға аздаған шолу жасап өтейік. Әйгілі Наурызбай жыраудың ізін жалғаушы сыр өңірінен шыққан санаулы саңлақтардың бірі республика көлеміне танымал жырау Болатбек Ердәулетов. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, дәстүрлі әнші Шыңберген Тілеулесов. Сонымен қатар ауданымызға белгілі өнер адамдары Кенжебай Мақсатбаев, Кенжәлі Асқар, Сансызбаев, Серікбол ағаларымыз да бар. Мектебімізден түлеп ұшып, түрлі мекемелерде өнер саласында қызмет атқарып жүрген азаматтарымыз да баршылық. Өз заманында түрлі байқаулардың шыңын бағындырып, қазіргі таңда ауылдық клуб меңгерушісі болып жүрген Мақсатбаев Мерімхан. Нартай Бекежанов мектебінің ізін жалғастырушы, Қазалы қаласындағы мәдениет үйінің басшысы Әзілхан Нағашыбайұлы. Ақтау облысы Жетібай ауданындағы музыка мектебінің директоры, дәстүрлі әнші Марат Тойбазарұлы. Астана қаласындағы өнер академиясының түлегі Құттыбай Есен аудандық музыка мектебінің оқытушысы болып қызмет атқаруда. Мәскеу қаласында өткен «Утренняя звезда» байқауының жеңімпазы Алмас Тілеулесов қазіргі таңда Қызылорда қаласында ән әрлеуші қызметін атқарады. Қазіргі таңда Астана опера және балет театрының хормейстері, Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі оркестрінің әншісі қызметін атқарып жүрген Сансызбаев Ержан. Алматы қаласындағы филармонияның әншісі Тәуекелова Камила. Қызылорда қаласындағы Қазанғап атындағы музыка колледжінде ұстаз, Қызылорда облыстық филармония әншісі Нағашыбай Гүлназ. Алматы қаласындағы дәстүрлі Алатау театрының әртісі Төлебай Жарасқан. Балалық шағынан өнер саласында жүрген өнерпаздарымыздың бірі Сансызбаев Ержан. Ержан 2003 жылы халықаралық Бозторғай ән байқауының жүлдегері атанды. Сол жылы 5 сыныптан бастап Астана қаласындағы Шабыт өнер мектебіне қабылданды. Сол жылдан бері Ержан бірнеше белестерді бағындырды. Ержан жеке әнші, хор әншісі, классикалық әнші, эстрада топ әншісі болып ән айтты. Қазақ ұлттық өнер университетінің магистратурасын тәмамдады. Ол құрамында жүріп әлемнің ондаған елдерінде өнер көрсеткен. Мысалы, Қытай, Португалия, Венгрия, Латвия, Австрия, Мәскеу, Түркия роял квартетінің солисті. Қазіргі таңда Астана опера және балет театрының хормейстері, Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі оркестрінің әншісі қызметтерін атқарады. Неліктен сізге келмей, сезімді сезбегендей, жүрсің жалғыз басып. Бәрі де өзгергендей, қауышар кез келгендей, қол ұстасып. Есімнен кетпей жанарың, сезімге от боп жанамын, жаным. Қазіргі таңда өнері өрлеп, елімізге кеңінен танылып келе жатқан түлегіміздің бірі Төлебай Жарасқан. Ол мектебіміздің 2012 жылғы түлегі. Мектептен кейін Қорқыт Ата атындағы университеттің дәстүрлі ән бөліміне оқуға түсіп, үздік аяқтады. Жарасқан сан қырлы азамат. Ол көптеген аспаптарда еркін ойнайды. Мысалы, домбыра, қобыз, баян секілді. Оның жыршылық өнері бір бөлек, сазгерлік өнері бір төбе. Ал әншілік өнері өз алдына. Алғаш жыршылық өнері Аралдан шыққан термеші Бекзақ Тәңірбергеновтың Аралым термесінен бастау алып, Алмас Алматов ағаларымыздың жыраулық мектебінің ізін жалғастырды.
Жарасқанның өнері қазіргі таңда жоғары бағалануда. Оның тыңдарманның өзіне баурап алатын ерекше құлаққа жағымды дауысы бар. Жарасқан өзі шығарған әндеріне сөз жазып, тыңдармандарын тәнті етіп келеді. Жүргенде сен көншімейді көңілім бір көрмесем, бар өмірім болады бос өткендей, анда-санда ауылыңа бір келмесем. Ойын қырың отаның түрленгенде, жан-жағыңа жақұттай күлгенгенде, жар салмайсың неге сен қар салмайсың, анда-санда ауылыңа бір келгенде. Ойын қырың отаның түрленгенде, жан-жағыңа жақұттай күлгенгенде, жар салмайсың неге сен қар салмайсың, анда-санда ауылыңа бір келгенде. Сауығып қалар мекен сарсаң жаным, сейеліп бойындағы бар салмағым, анда-санда ауылыңа бір келгенде, алдымнан қарсы жаным, жарсы жаным. Ойын қырың отаның түрленгенде, жан-жағыңа жақұттай күлгенгенде, жар салмайсың неге сен қар салмайсың, анда-санда ауылыңа бір келгенде. Ойын қырың отаның түрленгенде, жан-жағыңа жақұттай күлгенгенде, жар салмайсың неге сен қар салмайсың, анда-санда ауылыңа бір келгенде. Жақұттай күлгенгенде, жар салмайсың неге сен қар салмайсың, анда-санда ауылыңа бір келгенде. Ойын қырың отаның түрленгенде, жан-жағыңа жақұттай күлгенгенде, жар салмайсың неге сен қар салмайсың, анда-санда ауылыңа бір келгенде, анда-санда ауылыңа бір келгенде. Жарасқанның келесі бір қыры сазгерлігі. Оның тудырған туындылары қазіргі таңда қазақ эстрадасының белгілі азаматтарының орындауында халықтың көңілінен шығуда. Мен қазақпын әнінің өзі бүкіл халықтың бейресми гимніне айналды. Еліміздің атынан халықаралық сайысқа шыққан спортшыларымызға рух берер әнге айналды. Тыңдарман көңілінен ерекше орын алған Қарақат Әбілдинаның орындауындағы алғыс әнін бірге тыңдайық. Күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін әр-ақ таңда, біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барыңды бағалада тәубаңа түс, жарықты сыйғып беріп сана беріп, жасаған жоқтан барғып алла қалғыз. Алғыз анаға, алғыз әкеге, алғыз жас пен кәріге. Алғыз бауырға, алғыз ауылға, алғыз елдің бәріне. Көрінсе тіршілікте күндестерің, жөн
дұшпанды да досыңдай көр, оларсыз биігіңдей білмес дедің. Жақсы сөз жанымызды байтар тек, жаманның жала жауып айтар кек. Сағаттай сырғып жатқан дүниеде, алғысың алғыс болып қайтады тек. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Жастайынан ерекше дардымен көзге түскен әншілеріміздің бірі Нағашыбай Гүлназ. Гүлназ республика көлеміндегі ондаған байқаулардың жүлдегері атанды. Ол елімізде ғана емес, сонымен қатар Болгарияның Тутракан қаласында өткен халықаралық балалар шығармашылығы байқауында бірінші орын. Тәжікстанда өткен халықаралық балалар телевизиялық фестивалінде өте жақсы өнер көрсеткен үшін арнайы жүлде иемденді. 2014 жылы Алматы қаласында өткен республикалық Корей романстар байқауында дипломант атанды. Қазіргі таңда Қазанғап атындағы музыка колледжінде ұстаздық етіп, Қызылорда облыстық филармониясында қызмет атқарады. Шеткербай Мадияр бала кезінен көптеген ән байқауларына қатысып, мектебіміздің атын республика көлеміне танытты. Алматы қаласында өткен Ғұмыр Дария, Ақ көгершін ән байқауларының бірінші орын иегері атанды. Жаңабай Бекболат Алматы қаласындағы эстрада және цирк колледжінің аспаптар бөлімінің студенті. Нағашыбай Мейіржан Қызылорда қаласындағы Қорқыт Ата атындағы мемлекеттік университетте музыкалық білім беру мамандығы бойынша білім алуда. Екі оқушымыз да мектеп қабырғасында жүргенде облыстық ән байқауларының жүлдегері атанған талантты өрендер. Нағашыбай Ақылбайды атағанда ойымызға 8 қырлы бір сырлы оқушы еске түседі. Себебі ол қандай да сайыста жүлделі оралатын. Ақылбай ақын, мәнерлеп оқу шебері. Ол Айгөлек телевизиялық байқауында финалға шығып, Өмірғұл Айниясовпен бірге ән орындап, 2-ші орын иеленді. Мектебіміздің оқушылары еліміздегі талантты әнші балалардың шығуына мұрындық болып келе жатырған Бозторғай, Ақ көгершін сынды ән байқауларына үздіксіз қатысып келеді. Сәйкесінше, жыл сайынғы ән сайыстарының мектеп оқушыларының қоржыны бос қайтқан емес. Осы сайыстардан жүлделі орын алып, басқа салада қызмет атқарып жүрген өнерпаздарымыз жөніндегі әңгіме бір төбе. Біз атап өткен барлық өнер иелері бала кезінен әншіліктен басқа мамандық таңдамаған азаматтар. Әнші болу оларға заңдылықтай сезілген. Қазіргі таңда мектеп қабырғасында жүрген көптеген өнерпаздарымыз бар. Олардың осы аға әпкелері секілді өнердің шыңын бағындырмасына кім кепіл? Бүгінгі бағдарламамызда Төлебай Жарасханның әніне жазылған «Мен қазақпын» әнімен қорытындылаймыз. Қуанышты күндерде кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Қазақ болып туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туымағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазы қарта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашы көтерем. Қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрің
сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ бойымдағы қан қазақ мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жанымен қуанса екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ мен қазақпын бойымдағы қан қазақ мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жанымен қуанса екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ